Assalamualaikum құрметті жазылушылар, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеомыз ішті сиырлардың соңғы айларында көп кездесетін жатырдың бұралуы туралы болмақ. Туыт сиырлардың жатыры бұралғанда қандай белгілер болады? Қалай дұрыс көмек беру керек? Білгіңіз келсе, бұл видеоны соңына дейін көріңіз. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, арнаға жазылып, қазақ тілді YouTube арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Бұл індеттің пайда болуының тіке себебі туатын сиырдың қатты жатып тұруы, аунақшуы, төлдің күшті қозғалысы, жатырдың қатты жиырылуы, сиырдың қияда не арық жыраларға жығылуы, ішін сілкуі сынды жағдайлар. Іштіліктің соңғы кезінде зорайған жатыр төмен салақтап, жатыр бұрышының көп бөлімі жатыр шажырқайынан ажырайды да оңай бұралады. Бұл індет көбінде іштіліктің соңғы мезгілінде пайда болады. Сиырдың тынышы кетіп, іші ауырады. Оттаудан қалып тамыр соғуы, тыныс алуы жиілейді. Егер туыт үстінде пайда болғанда, сиырдың толғағы мен күшенуі қалыпты болғанмен, төл қабығы көрінбейді. Төл суда ақпайды. Сыртқы жыныс мүшесінің бір жақ жиегі қынап ішіне кіріп қатпарланып тұрады. Сонымен қатар қынаптың іші тараяды. Терең қабатында бұранда тәрізді кілегей қабық қатпары болады. Бұл осы індеттің басты клиникалық белгісі. Жеңіл дәрежеде болғанда 90 градус жатыр мойнын ұстауға болады. Салмақты болғанда 180 градус саусақты әрең кіргізуге болады. Кейде төл қабығы мен төлдің бір бөлім денесі қоса бұралып қалады. Ал енді дұрыс көмек беруге келсек, көмек беру принципі жатырды түзеп, төлді тартып шығару. Ол үшін бұралу деңгейі біршама жеңіл. Оның үстіне төлдің сирағы қынап қатпарына қысылып қалғанда, жатыр ішіне зор мөлшерде жылы сабынды су айдап, онан соң төл сирағынан қолмен тартумен бірге бұралған бағытқа қарама қарсы төлді айналдырып, жатырды түзеп алып, төлді тартып шығаруға болады. Егер төлді ұстауға мүмкіндік болмаса, тік-ішектен қол салып бұралған жатырдың астынан көтеріп, оңға қарай бұралған болса, оң жағынан солға қарай аударып, сонымен бірге көмекші оң жақ құрсағының төмен жағынан солға қарай жоғары көтереді. Енді бір көмекші сол жақ бүйірінің жоғарғы жағынан төмен қарай жұдырықпен басады. Осылай істегенде жатыр түзеліп кетеді. Жағдайына қарай сиырды аунатса да болады. Егер жатыр сол жағына қарай бұралған болса, сиырды оң жағымен жатқызып, артын биіктеп, алдыңғы және артқы аяғын жеке-жеке қосақтап буып, пұдырушы жатыр мойнын немесе төлді мықтап ұстап, көмекшілер сиырды шұғыл аударады. Сонда жатыр сиыр денесімен бірге айналмайды да қалпына келеді. Осы кезде тудырушы туу жолының кеңіп босағанын сезеді. Әрі қынап қатпары жоғалады. Егер бірінші жолы сәтсіз болса, қайталап істеуге болады. Жоғарыдағы әдістерден өнім болмағанда, жатыр тұсынан құрсағын жарып, төлді алып шығып, жатырды түзеп, тігіп тастау керек. Мінекей құрметті көрермендер, сіздер ішті сиырдың соңғы мезгілінде үнемі кездесетін жатыр мойнының бұралуынан болатын қиын туытқа қалай дұрыс көмек беру туралы азда болса білдіңіздер деп ойлаймын. Видео пайдалы болса лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісіп, қазақ тілді YouTube арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.